Саламатсыздар ма, менің құрметті гүлсүйгіш достарым. Міне галаксиния гүлдерім менің жайлап гүлдерін ашып жатыр. Міне мынау бүгін ашып тұрғаны. Қандай әдемі. Міне екіншісі ашып уже ацветает. Гүлдері түсіп жатыр. Бұны екінші бутонын ашты. Мынау жаңадан ашылып отырғаным. Мынау алдында ашылды екеуі. Міне әлі ашылатын бутондары бар. Мында да бар, екінші бутондары бар бақа ашатын. Енді сіздерге мынау күтімі туралы айтсаңыз дейді, мен енді өзімше күтемін бұны. Бұны енді жапырақтан да көбейтуге болады. Мен бұның бәрін семенадан отырғыздым. Міне мынау январда еккен менің семеналарым, дәндерім қазір осындай болып өсіп жатыр. Міне дәндерім. Егер жапырағы кішкентай болса, мен осындай қылып жауып қоям. Сосын артынан кішкене үлкейсін ашам. Аның бәрі семенадан өсіп тұр. Семенадан. Міне. Сосын пасынкіден егуге болады. Пасынкі бұл жаңағы жанына, мына жапырағының жанына жабысып шығады ғой. Міне. Мынау пасынкі 3 апрельде еккенім. Міне осындай болды. 3 апрельде еккенім. Мынау пасынкі. Так, сосын мынаны көрсетейін сіздерге. Көбейтіп, өзімнің қалай өсіріп жатқанымды сіздерге көбейтіп жатырмын. Міне 3 апрельде еккенім жанынан міне беккісін беріп жатыр баласын. Міне осыны алып, түбінен енді мынаны отырғызуға болады. Сонда ол да мынандай болып өседі, содан мынандай болып шығады. Бірақ менің мына қазіргі гүлдеп тұрған гүлдерім бұл былтыр семенадан еккен гүлдерім. Семенадан шығып, міне биыл 2-ші жыл отырып, қазір міне гүлдеп жатыр. Енді күтімі туралы айтатын болсақ, күнді жақсы көрмейді, жапырағы сарғайып кетеді. Мен алдында айттым, артына коробка қойып күтем деп, міне соның өзінде де мына жапырағы темный да, мына жапырағы кішкене светлылау орып тұр. Күн деген кішкене жейді ғой, негізі күйдіріп тастайды ғой. Бірақ соңғы кезде ауа райы біресе былай, біресе былай, біресе бұлтты, біресе күн шығып тұрады. Сондай болып тұр. Енді мынау кішкене күнге мына жері құдай күйін кіріп қалды, бірақ ничего, нормально себя чувствует, әйтеуір өсіп жатыр. Так, бұлар бутон бергенше, мен сіздерге айттым, бутон бергенше мен мынандай удобрение саламын. Осы удобрение салам. Бутон беріп, мынандай нетіп отырғанда мен мына бочканы құям екінші. Осыны құям. Так, құятын уақытымды айтайын. 10 күн сайын құям. Оған енді өзім шатасып кетпеу үшін былайғы күндері 10 күннің аралығындағы күндерде таза су құямды. Уже 1-і, 10-і, 20-сы жаңағы, или 10-і, 20-сы, 30-ы деп бөліп аламын ғой, 10 күн сайын. Сол кезде удобрение құям. Осы тыңайтқыштарымды құям. Сосын нитромофоска деген құям. Нитромофоска бұл пропорция жаңағы НПК азот, фосфор, калий. Мен көріп тұрсыздар, азот, фосфор, калий 15-15% порция. Бұлардың проценті жаңағы бірдей. Егер осының азоты көп болса, 16 или 20, 15 болса, онда азот көп болатын болса, ол тамыры көп өсіп кетеді. Егер фосфор көп болатын болса, калий көп болатын болса, асты дамымайды. Сол себептен бірінші біздер жаңағы мынаны құйып аламыз ғой, міне. Азоты көптеуді кішкене. Бұның азоты көптеу, сол үшін бірінші астын, тамырын жаңағы жақсылап өсіріп аламыз. Сосын барып, уже фосфор, калий бар жақсы удобрение тыңайтқыштарымызды құямыз. Ол енді бутонда алынып, гүл беру үшін фосфор мен калийдің жаңағы көптеу тыңайтқышты саламыз, құямыз. Бұл енді нитромофоска деген мынау ас қасықпенен, бір қасық, мынандай үлкен қасықпен мен өзім мынандай гранулированный. Осыны мен мынандай баклажкаға езіп аламын. Жылы суға. Міне. Жылы суға езіп алам да, мына осының ішінде 1 столовый ложка, міне 1 ас қасық жаңағы гранулированный нитромофоска. Осыны езіп аламдағы 10 литр суға езем. 10 литр суға осы езгенімді құямын. Сосын 10 литр судан жайлап алып, тамызып, бәріне құйып шығамын.
Енді сырттың гүлдеріне де тап солай жасаймыз оны. Себебі бұнда пропорция бірдей, азот, фосфор, калий 15-15%-тен, сосын қалған микро-макро элементтері өзінде. Осы нитрамофоскада жақсы күш береді, әл береді. Ертең жаздан өткеннен кейін күзге қарайда осы жаңағы фосфор, калий жаңағы удобрениясын берсе, қыста жақсы қыстап шығады сырттың гүлдері. Сол үшін де салады. Міне осындай уходтары бар. Бұған енді су бүркімейміз. Бұның жапырағы деген не матовый сияқты ма, жылтырақ емес, глянцевый емес, жылтырақ емес, матовый сияқты. Интернетте көп енді. Әркім әртүрлі уход жасайды өзінің жаңағы опытымен, өзінің тәжірибесімен. Енді мен өз тәжірибемнен сіздерге көрсетіп отырғаным. Так, мынау басыңқы міне 3 апрельде еккен. Бұл да өсіп жатыр. Мынау биылғы семенамнан еккен. Міне бутон беріп жатыр. Көріп тұрсыздар, мына жерде бутоны бар, бір түйір. Бұл семена. Өсіп жатыр. Нормально. Міне бар көрсетейін дегенім осы. Глаксинияларым қазір осындай жағдай болып тұр. Сау, саламатта болыңыздар. Заман тыныш болсын. Гүліңіз көп болсын, өсе берсін, жайқала берсін. Пока-пока.